Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей, бүгінгі мектебімізде 8-11 сынып оқушылар арасында ғылыми жобалар байқауының мектепшілік кезеңі өткізгелі тұр. Жалпы конкурсқа мектебімізден 9 оқушы қатысқалы тұр. Конкурстың негізгі шарттарымен таныстырылды. Қазанның 16-сы халықаралық дұрыс тамақтану күні. Дұрыс тамақтану дегенде біздің есімізге ең бірінші сүт түседі. Сүттің құрамында А витамині көздің жақсы көргіштігі, және де С витамині ол адамның иммунитетін көтеретін, ал Д дәрумені сүттің сүйектің қатаюына көмек береді. Айран асқазан ауруларының алдын аламыз, және де ішектерді тазалайды, сусын. Ал сүт болса жалғыз жаратқан құлшылық еткен әрі танымал билеуші, оның билігінде киелі көркейіп гүлденген болатын. Ал сол қала тұрғындары жақсы білім алып, біліммен және ғылыммен шұғылдануға мүмкіндік берген хан болған екен. Ал әйелі Бибі-Ғияс ана екен. Сайрам ауданының жер суаттарының тарихы. Базарқақпа ауылы. Базарқақпа тұрған жерінде ертеректе ірі қала болған. 1964 жылы көкөніс сүт бағытында құрылған коммунизм ұжымшарларының орталығы болып, коммунизм ауылы деп аталған екен. Ұжымшар кезінде Базарқақпа егін, көкөніс, сүт өндіретін шаруа қожалықтары құрылған болған. Ал Таспен ауылы 1962-97 жылдары сүт өндіретін Қайнарбұлақ кеңшарының құрамында болып, Маркс ауылы аталып кеткен екен. Сондықтан алдағы уақытта еліміздегі тарихи маңызы бар, көпшіліктің назарын аударатындай киелі жерлерімізді терең зерттеліп, танылатын үміті зор. Ұсынысқа келетін болсақ, Сайрам ауданының әлеуметтік жағынан дамыту, яғни туристерді үзілмей ағылып келетіндей, және тұрақты гидтерді жалдап, тіпті қарапайым халыққа ыңғайлы етіп, қонақ үйлерді көптеп салу. Осымен менің ғылыми жобам аяқталды. Назарларыңызға рахмет. 10-шы ас оқушылар Ашқанова Әсет Серікова бағыты салауатты табиғи орта Қазақстан 2030 стратегиясын жүзеге асырудың негізі. Тақырыбы ғаламдық экологиялық проблемалардың Қазақстандағы көрінісі. География пәні жетекшісі Қуанышова Хатира апайымыз. Hello everyone, my name is Ashkanova Asel. I am 9th grade student. Today I talk about manifestation of global environment problems in Kazakhstan. Assess of the modern times, environmental problems arise in connection with human economic, recreation, military, cultural activities. Depending on the scale, it is global, regional, and local. Global environmental problems include environmental pollution, resource depletion, greenhouse effect, ozone depletion, acid rain, smoke, climate change, desertification, and soil degradation.
The next one is the deterioration of ecology can be explained by the mismatch between the scale of human participation and the resource ecology capabilities of the biosphere. In the middle of the 20th century, Verdanski economic activity has been impacted no less than the geology process. The most important global environment problems are pollution and the deterioration of the natural environment. Pollution of the natural environment. The first one is contamination of the atmosphere and atmosphere with construction. Свобода мысли и цензура. Одним из центральных философских аспектов романа является тема свободы мысли и ее противопоставление цензуре. Брэдбери исследует опасности цензуры, которая приводит к потере культурного наследия, интеллектуального разнообразия, индивидуальности и свободы. Брэдбери поднимает вопрос о ценности литературы и знания в обществе. Роман показывает, как потеря доступа к книгам и идеям могут привести к интеллектуальной деградации и потере человеческой идентичности. Эволюция творчества Рэя Брэдбери представляет собой захватывающие процессы, которые отражают не только изменения его личной жизни и внутреннем мире, но и влияние внешних факторов на творческий путь от первых шагов в мире научной фантастики до становления классиком литературы. Брэдбери постоянно исследовал новые темы и техники и стили, стремясь к совершенству, раскрытию новых горизонтов в мире слова. Роман 451 градусов по Фаренгейту является вершиной этого творчества, его творчества, символизируя не только литературное мастерство, но и философические убеждения и глубокие понимания человеческой природы. Это произведение стало не только бестселлером, но и истинной классикой, способствующей перевернуть взгляды на мир и вызвать читателей глубокие размышления о ценностях свободы и интеллектуальной независимости. Таким образом, творчество Рэя Брэдбери и его роман 451 градусов по Фаренгейту оставляет след в литературе и человеческом мышлении, продолжая вдохновлять и волновать поколения читателей по всему миру. Микроэлементтерге бізде йод, мыс, мышақ, бром, трансит, барий, кобальт. Ал ультра микроэлементтерге бізде сынап, алтын, уран, торий, родий және тағы басқалар жатады. Химиялық элементтер өмір сүру маңызына қарай үш топқа бөлінеді. Яғни өмір сүруге қажетті денеде тұрақты түрде элементтер тобы, ал жетіспесе ағзаның қалыпты өмір сүруі бұзылады. Яғни оларға калий, кальций, кобальт, йод, мыс, яғни бұлардың барлығы бізде ферменттер, гормондар, дәрумендер құрамында болады. Адам ағзасында кездесетін химиялық элементтерді біз қайдан қалай ағзаға сіңіреміз. Яғни химиялық элементтер барлығы да тиісті мөлшерде артық болса немесе азайып кетсе, адам ағзасына кері әсер тигізетіні анықталған. Яғни бұл суретте бізде жер қыртысындағы және адам ағзасындағы химиялық элементтердің құрамы көрсетілген. Яғни химиялық элементтердің табиғатта таралу жағдайларында зерттеулер бойынша жердің массасымен 50%-ын оттек, 25%-ын сутектен құрайды.